Бурабайда өткен 4-ші ұлттық құрылтайда президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның дамуына қатысты маңызды мәселелерді көтерді. Бұл құрылтайда қоғамның өзекті сұрақтарына жауап беріліп, жаңа бастамалар ұсынылды. Осыдан 3 жыл бұрын наурыз айында арнайы жолдау жарияладым. Оны жақсы білесіздер. Елімізді түбегейлі жаңғырту үшін ауқымды реформа жасайтынымызды айттым. Сол кезде алғаш рет ұлттық құрылтай туралы бастама көтердім. Әрбір құрылтайдың орны ерекше, бірақ биылғы құрылтайда өзі сондай ерекшелігі бар деп айтуға болады. Өйткені биылғы құрылтайда тек қана мәдениетке, не тарихқа байланысты емес, экономикаға, қаржы секторына, білім беру саласына көбірек тоқталды біздің мемлекет басшымыз. Және де ең бастысы ол тек қана биылғы жылға емес, осы соңғы 3 жылдың ішінде, яғни 2022 жылдан бастап, яғни алғашқы тұңғыш құрылтайдан бастап істелінген нәрселер туралы айтты. Біз білеміз, ұлттық құрылтай ол тек қана жылына бір рет басын қосатын ұйым немесе алаң емес. Ол әрине секциялар бар. Ұлттық құрылтайдың мүшелері секцияда жұмыс істейді. Олар бұлайша стратегиялық тұрғыдан өте маңызды жаңа ұсыныстарды береді. Сол ұсыныстар енді ол көп қой, 100 болуы мүмкін, 200 ұсыныс болуы мүмкін, енді ұлттық құрылтайдың мүше санына қарай ғой. Бірақ та оның ішінде ең сондай ұтымдысын алып, президент өзінің сөзін сөйтіп көрсетті, сөзінде көрсетті. Яғни ол тек қана мемлекет басшысының ұсыныстары емес, ол одан да былайша айтқанда ол ұлттық құрылтайдың, яғни ұлттық құрылтайға кіретін мүшелер, ол депутаттар бар, қоғамдық қайраткерлер бар, ғалымдар, бизнесмендер, мұғалімдер, дәрігерлер, яғни бүкіл біздің қоғамдық срез дейміз ғой, қоғамнан шыққан, яғни қоғамдағы сондай өзекті түбегейлі мәселелер деуге болады. Сондықтан әрине биылғы құрылтайдың осындай ерекшелігі бар, яғни ол тек қана бір немесе бірнеше сала емес, өте көп саланы қамтыды, және де экономикаға байланысты, салық жүйесіне байланысты біраз жақсы нақты сөздер айтылды. Биылғы құрылтай, биылғы емес, жалпы барлық құрылтайлар осы ораза айларына дұрыс келді. Биыл наурыз қарсаңында өтіп өтті. Міне осы құрылтайдың маңызы бір сөзбен айтқанда өте зор. Мысалы, кез келген елде жаңа парламент бар, біздің парламентіміз бар, сенатымыз бар, оның ішінде мәжілісіміз бар деген сияқты. Осы парламентке балама ретінде десем де болады, көмекші ретінде десем де болады. Бұл құрылтай өте үлкен маңызға ие болғаны кезінде, мысалы, біздің билеріміз, патшаларымыз, мысалы, хандарымыз кезінде осы құрылтай арқылы тек қана қарапайым мәселелерді емес, елдің тағдырын шешкен. Ол елдің тағдыры тікелей соған байланысты болған. Елдің мұң-зары, жаңағы проблемалары осы құрылтайда талқыланып, сол арқылы хандар, билер шешімдер шығарған. Бұл құрылтайдың да содан өзгешілік жоқ деп есептеймін. Бүгін өздеріңіз білесіздер, өте күрделі геосаяси жағдайда өмір сүріп жатырмыз. Енді мынандай жағдайда елдің жағдайы тек қана біздің еліміздің басшылығына немесе өзіміздің халқына байланысты емес. Бұл геосаяси жағдайдың да әсері болады бұған. Сондықтан жаңағы елдегі жағдайды дұрыстау үшін халықтың пікірі өте маңызды. Мысалы, біздің әкімшілікте отырған шенеуніктеріміз, депутаттарымыз болсын, министрлеріміз болсын, халықтың жағдайын 100% біле кетеді деп айта алмаймын. Мысалы, алыс ауылдардағы, жұрттардағы адамдардың жағдайы, қандай проблемалар бар, солардың бәрі ашық алаңда талқыланып, сосын оның маңыздылары құрылтайға келіп түседі. Мысалы, бұл жөнінде айтсам, ғаламтордың пайдасы көп тиді да, ғаламтордың. Мысалы, ғаламтор арқылы қосымша құн салығы туралы мысалы әңгіме қозғалғанда, ғаламторда өте көп талқылаулар жүрді да. Оның ішінде сыни көзқарастар да болды. Осының бәрі құрылтайға ең іріктеліп, құрылтайға келіп түсті. Құрылтайда қаралып, құрылтай
мүшелерімен бірігіп президентimiz бәрін тиісті шешімдермен қамтамасыз етті. Сондықтан мен ойлаймын, бұл құрылтай деген кәдімгі жалпы ұлттық үлкен жиналыс, бұл пікір сайыс майданы, бұл маңызды шешімдер қабылдайтын бір өте жақсы бір құрылым деп ойлаймын. Мемлекет басшысы саяси, экономикалық және рухани салалардағы реформалар туралы айтты. Президент құрылтай барысында ішкі саясат тұжырымдамасын қабылдау туралы ұсыныс айтты. Бұл ұсынысты ұлттық құрылтайдың бірнеше мүшелері, қоғамға белгілі азаматтар ұсынған. Ұсынып қана қоймай, сол тұжырымдаманың өздерінің нұсқасын ұсынған. Енді ол тура сол қалпында қабылданады деген сөз емес. Әлі үкіметте талқыланады, парламентте талқыланады ол нәрсе. Ол құжат биыл қабылданып қалуы мүмкін. Нақты уақыт айтылған жоқ. Бұл құжаттың басты ерекшелігі 91 жылдан бері бұндай құжат қабылданбаған, ішкі саясат тұжырымдамасы деген. Себебі бізде андай түсінік қалыптасқанда, бұл тек бізде ғана емес, бүкіл әлемдік тәжірибеде сондай. Саясат деген кезде бізде саясатта көбінесе билік үшін күрес, немесе кландар, ықпал етуші топтар арасындағы текетірес ретінде түсіндіреді. Тек биліктің айналасындағы дүние деп түсіндіреді. Ол туралы бір жағымсыз көзқараста саясат туралы. Ал негізі саясат бұл өте ауқымды ұғым. Мұнда тек жағымсыз дүниелер ғана емес, осындай бір қоғамда жаңғыртуға бағытталған, рухани жаңғыртуға әсер ететін осындай бір дүниелер бар. Саясат осы бір бағытты да қамтиды. Ал егер ішкі саясат тұжырымдамасы қандай болу керек деген сұраққа келетін болсақ, президент бірнеше бағыттарын ұсынды құрылтай барысында. Бұл бірінші, ең алдымен бұл ономастика мәселесі. Екінші, бұл мемлекеттік және мекемелік наградаларға байланысты сол жүйені реттеу. Одан кейін әлеуметтік кемшіл тұстар бар. Мысалға ол жершілдік болсын, одан кейін рушылдық деген бар, әлі күнге дейін бар. Соларды жоюға бағытталған. Одан кейін әрине бұл тәрбиеге байланысты, яғни бізде ұрпақ тәрбиесі болсын, қоғамдық тәрбие, қоғамдық тәртіп, заң және тәртіп деп айтады. Сол бағытта болады деген осы құжат. Бұл бағана қайталап өтем, мұндай құжат болмаған. Себебі біз бағана айтып өттім, саясатқа келген кезде көбісі жасырын, билік үшін талас ұғымымен ғана шектеліп қалды. Бұл сол саясат ұғымын ішкі саясатта әсіресе бір құқықтық арнада реттеу үшін бағытталған деп ойлаймын. Бұл өте қолдаймын, бұл дұрыс шешім. Құрылтайда көтерілген мәселелер ел болашағы үшін стратегиялық маңызға ие. Біздің Қасым-Жомарт Кемелұлы құрылтайда неден бастады? Бірінші мәселен салықтан бастады. Салық мәселесі. Мысалы, қосымша құн салығы туралы өте таластар болды, сын айтылды. Соның бәріміз экономист, бәріміз қаржыгер емеспіз ғой. Экономист, қаржыгерлер дәлелдеді. Оны төмендетуге болмайды. Оны төмендеттің өзінің күн көру деңгейін төмендеткенмен барабар деп түсіндірді олар. Сондықтан мына салық саясатына өте мұқият қарау керегімізді президент баса айтты. Мысалы, ойлаңыз, біздің бюджетіміз салықтан тұрады. Енді бюджетіміз бос болса, қандай мәселе көтере аламыз? Ешқандай мәселе шешілмейді ақшасыз. Сондықтан бізде кәсіпкерлікті біз қолдап жатырмыз, бірақ олар жағынан бізге қайтарым кейде болмай қалады. Неге? Президент кәсіпкерлерді екі түрге бөлді. Біріншісі, жасырын салық төлейтін, бұлай өздерінің табыстарын жасырып, төмен көрсетіп, салықты әз төлеуге тырысады. Екінші категориясы адал кәсіпкерлер. Олар бәрі заңды сақтайды, заңдылықтармен жұмыс істейді, бірақ бәсекелестік келгенде арам пиғылды адамдар жеңіп кетеді. Сондықтан, деді президент, салық саясатына, заңнамасына өзгерістер енгізуіміз қажет. Оны пайдаланып кететіндер көп болып жатыр қазір. Заң пісіп жетілмеген дейді.
ошондуктан депутаттарга сол салык саясат боюнча заңдарды күчөйтүү міндеттер коюлду. Тоқаевтың 4-ші құрылтайында айтқан жаңағы азаматтық институттың рөлі өте маңызды. Өйткені азаматтық институт қазіргі қоғам мен биліктің арасындағы алтын көпір. Себебі қоғамдағы мәселелердің барлығын азаматтық институттар билікке жеткізіп, және оның ортақ мәмілеге келіп, консенсусқа келіп, бір мәселелерді шешуге жұмыс жасайды. Енді білім мен тәрбие ол міндетті түрде маңызды, ең бірінші тәрбие маңызды. Себебі қазіргі бізде қоғамда қандай күштер доминантты, яғни басым күшке ие, солар өзінің үстемдігін, өзінің билігін жүргізіп отырады. Себебі қазіргі таңда біздің жас ұрпақты блогерлер тәрбиелеп жатыр. Өйткені мысалға жалған жаңағы ақша табу амалында жалған психологтар мен коучтар қаптап кетті деп тағы бір келтірді. Себебі, яғни енді осы жерде мән беретін дүние, адам жан дауасына келген кезде сол бір қатты қиналған сәтте ол бір шешімін біреуден іздейді. Енді ол заңдылық, себебі адам жаны бір ондай кей жерде нәзік болады, кей жерде күшті болады деген секілді, сондай қиналған сәтте іздейді. Сөйтіп қиналған сәтте мына адам менің мәселемді, бір әлеуметтік мәселемді, немесе психологиялық мәселемді шешіп береді-ау деп барады. Барған кезде жаңағыдай мошенничество дейміз, жаңағыдай бір алаяқтыққа тап болады. Сөйтіп ол өзінің бар жиған тергенін жоғалта бастайды. Енді бұл жерде сыни ойлау қажет, себебі ол маман бізге қаншалықты адамға қандай көмек көрсете алады, соған көз жеткізе білу керек. Қазір енді көрші Ресей мемлекетінде жақсы тенденция жүріп жатыр. Жаңа таролог, астролог, нумеролог, неше түрлі белгілі бір курстарды ғана оқып алып, халыққа, елге ақыл айтып, жаңа ақша табу мақсатында ақыл айтады. Бір жаным ашып, қоғам дамысын, ел дамысын, бір пайдам тигізейін деген мақсат емес. Ол жерде тек ақша табу мақсатында осындай мамандардың барлығын қазіргі таңда Ресей мемлекеті заңдық тұрғыда негізге алып, және де сол нәрселердің барлығын, сол мамандардың бәрін жоққа шығарып жатыр. Себебі қазір психолог және психотерапевт деген екі маманды қалдырайын деп жатыр. Ол психотерапевт деген ол медициналық білімі бар маман, психолог деген ол кәдімгідей академиялық білімі бар. Ол белгілі бір курсты, белгілі бір жаңа тренингті өтіп алып, қоғамға ақыл айту деген ол шынымен қарасаңыз ақылға сыймайтын дүние. Себебі тренинг деген ұғым ол тренировка деген. Яғни адам бір тренингке қатысып барған адам, ол денесінің бәрі качок болып кетпейді ғой. Яғни ол адамдардың барлығы бір тренингпен емес, ол кәдімгідей академиялық 4 жылдық, 6 жылдық, 8 жылдық білім негізінде ғана кеңес беріп, ғылыми негізге, идеологиялық негізге сүйеніп барып пайдасын тигізетін болса, оның әңгімесі жөні бір бөлек. Ұлттық бірегейлікті сақтау, жасанды интеллект, ұлттық киімдер мен мәдени мұраны дамыту басты тақырыптардың бірі болды. Президенттің ерекше атап өткені ұлттық киімдердің сәнге, трендке ие болу. Шынында да қазір ұлттық киім киетін, біздің ұлттық киімді заманға сай бейімдеп тігетін әртүрлі, мысалы, сән саласында болсын, жекелеген компаниялар пайда болды. Жекелеген брендтер пайда болды. Мысалы, тек шапанның өзінен біз қаншама брендтерді көреміз. Я болмаса біздің ұлттық киімдерді күнделікті жұмыс барысында киюге, көшеде жүруге ыңғайлы етіп тігу жағы қолға алынды. Бұл енді алдағы уақытта жетілдіріліп дамитын дүние шығар деп ойлаймыз. Құрылтайда Тоқаев былай деді: жасанды интеллект және цифрландыруға қатысты мәселені мен жеке өз бақылауымда ұстап отырмын деді. Яғни президент қазір әлемде қандай тенденция бар екенін қарап отыр, біліп отыр. Қазір бізде көріп отырмыз, әлемде түрлі алып мемлекеттер арасында осы жасанды интеллектіні дамытуға арналған, дамыту үшін өте қызу бәсекелестік жүріп жатыр. Бәсекелестік бұл тек экономикалық тұрғыдан емес, геосаяси арнаға өтіп кетті. Геосаяси деңгейде өтіп кетті қазір. Қазір енді үлкен алып мемлекеттер ақш пен Қытай арасындағы жасанды интеллект саласындағы бәсекелестік геосаяси бәсекелестікке ұласып кетті. Яғни бұл санкциялық шектеулер болуы мүмкін, одан кейін белгілі бір тауарларға шектеулер болуы мүмкін, қазір жүріп жатыр. Олар егер сол тауарларды қарайтын болсақ, мысалы элементтер болсын, пайдалы қазбалар болсын,
чиптер дейді, микрочиптер, олардың барлығы сол жасанды интеллектін дамытуға арналған. Қазір ақш жүйелі түрде жасап жатыр қазір осы бағытта. Тек Қытайға қатысты емес, бүкіл әлемге. Осы бір тенденцияны президент көріп отыр. Осы бағытты жасанды интеллектіні дамытуға аса мән беріп отыр. Бұл өте дұрыс шешім, себебі болашақ жасанды интеллектінің қолында. Тоқаев осы құрылтайда көтерген бір мәселесі, ол жаңа Абайдың туғанына 180 жылдығына орай Абай мәдени ағарту институтын, жаңа Абай мәдени ағарту институтын деңгейіне дейін көтеру керек. Ол жаңа Конфуций, Гете секілді үлкен басқа мемлекеттерде сол деңгейде көтерілген. Ол яғни олардың айтып жатқан сөздері, олардың қалдырып кеткен ілім білім мұраларының барлығы қазақ қоғамын, жастарды тәрбиелеуге бағытталған. Енді осы жерде мен тағы да бір өзім ұсынысым, бұл жерде мен Шәкәрім Құдайбердіұлының ар ілімі, ар институтын ашу керек деп есептеймін. Өйткені ол жердегі арлы адам деген кім? Арлы адам деген ол бойында кісілігі, жауапкершілігі, сабырлығы, рақымы, ұяты, ерлігі, жаңағы қоғамға деген өзінің бір пайдасын тигізем деген қасиеттері бар адамдарды айтамыз. Міне осы бағыттағы дүниелерді біз кеңінен насихаттап, және соны кеңінен жас ұрпаққа жеткізетін болсақ, оны беретін болсақ, онда біздің қоғам бірте-бірте өзін реттеп түзей бастайды. Себебі бұл ар ілімі деген дүние жаңағы ар түзейді адамдық санасын дейді. Құрылтай тек биліктің үндеуі емес, қоғамның өзекті сұрақтарына ортақ жауап іздейтін алаң. Енді президент бұл жерде ұлттық бірегейлікті күшейтуіміз керек деп айтты. Шынында да біз тарихтар бойы, терең тарихқа қарасақ, біз мынау соңғы батыс өркениеті, батыс мәдениеті, ислам мәдениеті пайда болғанға дейін біз ары кеткенде, мысалы, ары тереңдей түссек, 5000 жылға дейінгі үлкен тарих, арғы бабаларымыз, мысалы, түркілер, Саққұнға дейін кетсек, біз үлкен әлемдік өркениетке өзіміздің үлесімізді қосқан, өзіміздің мәдениетімізді жасаған, үлкен инновациялардың барлығы осы ұлы даладан басталған мемлекетпіз. Сол тарихи жадыны жаңғыртып, заманға сай бейімдеу, ол ең басты мәселелердің бірі деп ойлаймын. Президент құрылтайда жаңағы кеңес үкіметінің артықшылықтары мен кемшіліктері туралы айтты. Енді көп жағдайда шынымен көпшілік 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан демекші. Біз әрі де біз 70 жылдық бодандықта біз тәуелді болып өмір сүргеніміздің көрінісі әлі бері жатыр. Дегенмен де әрбір жүйенің өзінің плюстары мен минустары міндетті түрде болады. Қазір дәл қазір қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Біздің қазіргі қоғамда ертең 50 жылдан кейін сыналатын болады. Ол сыналу, ол қалыпты құбылыс, табиғи заңдылық, міндетті түрде сыналу керек деп ойлаймын. Себебі сол сын түзелген кезде біз міндет түзейміз, қоғам әрі қарай ілгерілейді. Менің ойымша кеңес үкіметі ол өзінің әртүрлі реформаларға байланысты беретінін берді. Кемшіліктер ол біздің қазақы ұлттық идеологияға байланысты кемшіліктер. Біз сол жерде біраз нәрседен айырылып қалдық. Оны тарих дәлелдеді, оны ғылым дәлелдеді, оны біз мойындауымыз керек. Ал плюс жақтары ол сол кездегі жасалған реформалар, жаңағы қазіргі таңда жарияланып жатқан жұмысшы мамандықтарға деген құрмет, ол кездегі тәлімгерлік, менторлық мектептер, белгілі бір әлеуметтік жағдайлардың қамтамасыз етуі деген секілді өзінің бір нелері, плюстары болды. Себебі біз енді қазір мынандай қоғамда өмір сүріп жатырмыз, біз адамның еркіндігін, бостандығын шектей алмаймыз. Себебі әрбір адамның өзінің еркіндігі мен бостандығы және біздің өміріміз, кез келген адамның өмірі ол таңдаулар мен шешімдерден тұрады. Біз қандай таңдау жасаймыз, қандай шешім қабылдаймыз, соған сәйкес біз нәтижесін көретін боламыз. Қабылданған ұсыныстар Қазақстанның дамуына жаңа серпін береді. Біз еліміздің әлеуетін нығайта түсуіміз керек. Яғни азаматтардың мұң-мұқтажына құлақ асатын және ең бастысы мәселені тиімді шеше алатын әлеуеті мықты ел болуымыз қажет. Сондықтан білім мен инновацияға негізделген дамыған әрі жоғары технологиялық экономика құруға тиіспіз. Мұның бәрі азаматтар үшін жасалады. Себебі адам біздің мемлекетіміз үшін ең басты құндылық. Біздің ұлтымыздың арман мұраты, әділетті, қауіпсіз, таза, қуатты Қазақстанды құру идеясынан бастау алады. Біз баршаға және әркімге зор мүмкіндік беретін мемлекет құрып жатырмыз. Бұл әр азамат өз қабілетін шыңдап,
адал еңбегімен отбасын асырай алатын ел болу деген сөз. Заң мен тәртіп біздің мызғымас тұғырымыз. Бұл ең алдымен еліміздің әр азаматына және барша халқымызға ортақ тәртіп. Ал біздің идеологиямыз қарапайым әрі түсінікті. Бұл жаһандағы аса күрделі геосаяси ахуалда елімізді жаңа даму деңгейіне көтеру үшін берік негіз қалау деген сөз. Мемлекеттігіміздің тағдыры мен ұлтымыздың берекелі өмірі осыған тікелей байланысты. Құрметті жиынға қатысушылар, сіздер ұлттық құрылтай аясында көптеген бастама көтеріп жүрсіздер. Отаншыл азаматтардың арқасында еліміз тұрақты дамып келеді. Баршаңызға тағы да шынайы ризашылығымды білдіремін.